Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз испанский чизкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге кукурузный крахмал керек, творожный сыр, бір лимонның суы керек, сахар керек. Төменге описанияға жазып кетем, қанша грамм екен барлығын таразда өлшейсіздер. 35 немесе 33 грамм сливки, 4 жұмыртқа керек. Ең алдыменен құрғақ ыдысымызға творожный сырды салып, үстінен сахарды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Жақсылап миксерлеп, араластырып болғаннан кейін, сахарымыз міндетті түрде кішкене еру керек. Үстінен кукурузный крахмалды салатын боламыз. Үстінен кукурузный крахмалды салып, оны да кішкене миксерлеп аламыз. Үстінен бір штук лимонның сығылған суын құямыз. Оны да жақсылап миксерлейтін боламыз. Алдын ала ыдысқа мен 4 жұмыртқаны дайындап қойдым. Сол 4 жұмыртқаны дайын массамыздың үстінен құйып, бір келкі етіп араластыратын боламыз. 33 немесе 35% сливки міндетті түрде мұздай болу керек, холодильниктен шыққан болу керек, жылып кетуге болмайды. Оны да бірнеше бөліктерге бөліп, массамызға құйып, 5-7 минут жақсылап миксерлейтін боламыз. 5-7 минут миксерлеп болғаннан кейін қою түске боялады біздің массамыз. Сол арада біз листімізді дайындаймыз. Листімізге міндетті түрде пергаментіне қағазды саламыз. Үстінен массамызды құйып, духовкаға 170 градусқа 35-40 минутқа жібереміз. Әркімнің духовкасы әртүрлі, мен 170 градуста пісіріп алдым. Пісіріп болғаннан кейін қыздар міндетті түрде 2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоясыздар. Чизкейк піскеннен кейін кішкене басылып қалады, бастапқыда кішкене жоғары болып көтеріледі, сосын басылып қалады. Қорықпаңыздар. Дәмі өте керемет шығады. Міндетті түрде 2 сағат тоңазытқышта сақтауларыңыз қажет. Мен ешқандай да сән деген жоқпын. Күнделікті шай ішуге қолданғандықтан дәмі деген өте керемет шықты. Егер де сіз қонақ күтуге қоятын болсаңыз, бетіне қоюлатылған шоколадты ерітіп, құлпынай, неше түрлі жеміс жидектерді қойып сәндесеңіздер болады. Ас болсын, сіздермен болған Данагүл. Маған тіркеліп, лайк басып, әдемі сөздеріңізді жазып қойыңыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер.